Мен Әділбай Қасет химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 9-б сынып оқушысымын. Википедия клубына 2017 жылы мүше болып тіркелдім. Қазіргі таңда қазақша Википедияға 200-дей мақала жаздым және өңдедім. Алғашқы мақалаларымда барлық талаптарға сай етіп жазу қиындықтар тудырды. Алайда Википедия клубында айтулы жетістікке жеткен ағаларымыздан дәріс алып, мақала жазудың қыр-сырын үйрене бастадым. Қазіргі күнде сол білімімді мектебіміздің Википедия клубының жас мүшелеріне үйретудемін. Мектебіміздің 7, 8, 9 сынып оқушылары Википедия клубының мүшелері болып табылады, ал ең белсенді клуб мүшелерінің саны 70-ке жуық. Википедия клубы мектебімізде 2013-14 оқу жылынан жұмыс жасап келді. Осы жылдарда жалпы клуб мүшелері 5000-ға жуық мақалаларды жазып өңдеді. Осы уақыт аралығында Википедия әкімшісі болып үлгерген, 2 рет алтын қалам иегері атанған Аудек Ғабдулғани, алтын қалам иегері Сариев Ербол сынды ағаларымыз мектеп мақтанышына айналды. Википедияда жарияланған мақалалар толық талаптарға сай болған жағдайда ғана өшірілмейді. Мақаланы жазу үшін ең алдымен тіркелу қажет. Ол үшін Wikipedia.org сайтына кіріп, тіркелу батырмасын басып, барлық мәліметті енгізу керек. Сіз жазатын мақала Википедия бетінде жарияланбаған болуы қажет. Сізге жазатын тақырыпқа рұқсат берген жағдайда ғана мақаланы бастай аласыз. Мақаланы дұрыс безендіріңіз. Мысалы, тақырыпты қою қарамен бояңыз. Бөлімдерге бөліп, сілтемелер қойыңыз. Оқырманға ыңғайлы болу үшін суреттер енгізіңіз. Мақаланы санаттарға бөліңіз. Мақаланы жазған дереккөзді енгізіңіз. Википедия бетінде мақала жазу аса сабырлық пен ерінбей еңбек етіп, терең ізденуді талап етеді. Мен 2018-19 оқу жылында үздік Википедияшы кубогын алдым. Бұл жасаған еңбегімнің жемісі деп білемін.